Ол негізі жаман қыз емес, просто сондай өзі ерке. Har bir narsaga detalni e'tibor beradi. Ол ұрысқақ. Әркім өзінің білгенін істеп кетеді, иә? Соның үшін ұрсама мен. Фируза Заировна ұрысқақ емес. Тек социал тармақ үшін кішкене кардиограммасын ұстайды да, көтереді, түсіреді. Қазір менімше біз ажырасып кеткен болар едік. Менің анамның тағдыры өзімде қайталануынан қатты қорқамын. Соның үшін тәубеге келіп, ешқашан ешкімнің семьясын айтпаймын. Уже арыс емес ол. Ұрсаман деп шыққан адам, ұрсатын адам көп та. Хаммен нәрсені кешіре береді деп қайта қылған да. Балалық уақытым қаттыға мен зор болып өткен жоқ. Жетіп үлкейсе, мама, менен бизнес баслайын ба десе, мен яқ деп айтқан болар едім. Хамеге сәлем, бұл Күнде лайк подкасты. Мен басаушыңыз Перизат Аяпбергенова. Хам бүгін мейманда көптен күтілген бизнес леди, бизнес woman Фируза Заировна. Хош келесіз. Ассалаумалейкум. Шақырған үшін рахмет, қатты қуанып қалдым. Неше жылдан кейінгі менің бірінші келіп отырған подкастым десем болады. Енді азыр ешқандай режелерсіз келінгеннен кейін өзіме де қызық болып жатыпты. Қандай тема болады, не болады? Бізге де қызық. Біз ешбір мейманымызбен режелестірмейміз осы жерде. Хақиқи, сұлу һәм мазмұнға бай сәубет болады. Алла бұйырса, бүгінде болады деген үмітпенен бірінші қоятын сұрауым. Фируза Заировнаның өмірдегі ұраны қандай? Өмірдегі ұраным әрдайым бақытлы һәм жақсы жасауға харекет ету. Қандай жайып? Фирузаның балалығы, сағынып еслейтін балалық болды ма? Әлбетте болған. Балалық уақытым қаттыға мен зор болып өткен жоқ. Оның өзіне жараса себеплері бар, бірақ 1 жастан 7 жасқа дейінгі аралық болады ол баланың. Сол уақытларды сағынып құмсаймын сол дәуірлерді. Себебі сол аралықта балалығым өткенде, одан кейін уже маған не десем болады, өзімнен кейінгі сіңілім бар, соған деген жауапкершілікті менің мойныма жүклеп сөйтіп өсірген да мені. Соның үшін сол уақыттарды құмсаймын. Енді балалық темасына қайтқанда сәл кеуілімде жаңағыдай не бар, не десем болады, тыртық болады ғой, жараңыз тырнағанда, сондай зат бар. Соның үшін іләж барынша балалыққа ондай сұрауларға жауап бергім келмейді, бірақ сол 1 жастан 7 жас аралығындағы уақытларды сағынамын. Не десем болады, мен үшін семья деген нәрсе сол уақыттан басылап анандай қадірлі затқа айланды. Себебі семья дегенде сол балалық уақытымда қаттыға анандай ата-анам, өзім һәмде сол сіңілім, сол ата-ана азанда тұрғанда завтрак қыла, сол бір дастархан атырапында отырып күлісіп, сол зат мен үшін қаттыға анандай болған. Арман дейма, сондай болған. Соның үшін кейінен ер жетіп, уже тұрмысқа болған қадеміңізді басасыз ғой, сол уақытта қаттыға, сол өмірлік жолдасым сайлаған уақытымдайым қаттыға ойланып, көп уақыт сөйлескенбіз біздер. Көп екіленулер болған. Сол өзімнің анамның тағдыры өзімде қайталануынан қатты қорқамын. Соның үшін қазіргі күнде енді Құдайға шүкір бақытлы жасап жатырмыз. Соның үшін семья деген темаға тоқталғанда мен Инстаграм тармағымнан семья хақында біреуге ақыл беру, ондай затларды қорқамын. Себебі сол адамның энергиясын өзіме тартып алып, сол адамның проблемасын айтқан тартып алып, және сол баяғы халыма балаларым түсіп қалуын қаламаймын. Қайтар дүнияға сенесіз? Ауа, сенемін. Нелер қайтты? Нелер қайтты? Менен андай уақия болғанда, енді әрбір адам бендеміз қой, айтып қоямыз, біреуді білмей, біліп білмей. Бір қызды айтқанман, күйеуіме отношениясын айтқанман. Сол зат маған қайтқанда, енді біліп білмей, сол күйеуіме отношениясы онша емес, постоянно ұрса береді, сондай бір танысым болған. Соны қалай ондай болуға болады,
қалай өйтіп күйеуімен өйтіп ұрса беруге болады екен, жақсы көріп тұрмыс құрса деп, сондай етіп көп өзіне айтып былайынша обсуждать еткенмен, и арадан 1 жыл өтіп менде сол зат болған, именно сол қыздағы зат, күйеуімен келіспеушілік, тағы басқа затлар болған. И сол уақытта түсінгенмін, что мұхакама қылу дейді ғой, ондай қылуға болмайды. Ешкім, әсіресе семья сондай зат, сол затты обсуждать етсең, өзіңнің басыңа салдырмаған қоймайды да. Соның үшін тәубеге келіп, ешқашан ешкімнің семьясын айтпаймын. Біреу совет сұрасам, ешкімге совет бермеймін. Тек бақыт тілеп қоятын болдым. Қандай жақсы. Аял қызлар, түртіп алсаңыз болады. Зор лайфхак айтты қазір Ажапа. Рахмет, мен үшін да түрткі болды. Анаңыз сізге қандай үлгі болды? Яки сабақ берді? Анамның маған үлгі болған нәрсесі, әрдайым бір сөзлі да, мысалы, сөзінде тұратұғын, айтқан затын істейтұғын, мынандай уақытлар болған. Енді мен жаңағыдай орташа семьядан шыққанмын, тым төмен емес. Сол уақытлары қасымдағы подружкаларым жағдай сондай қызларменен қатынасып қалдым. Енді бай семьяның қызлары өзіне тоқ айтатын еді мамама, олардай болып жасай алмаймыз ау біздер деп, не енді. Сол уақытта мамам айтқан, неге енді олардың жаңағыдай ешқашан өзіңе ондай етіп тосып қойма деген да. Себебі Құдай беремен десе бір майданда тек қана әрекет етсең, сол өзіңнің ниетіңді, кішкентай ниетіңді мақсатқа айландырсаң, и соған әрекет етсең, Құдай сағанан береді деген да мамам. Сондай затларын мамамнан мотивация алып, қазіргі күнде бизнеслерімді да, һәме нәрсемді анамнан да мотивация беріп тұрады. Сөйтіп бастап кеткенмен қорықпай. И әрдайым анам өзіңді бірінші орынға қой болғанда қандай? Эгоизм емес бұл. Өзіңді ұмытып қойма деген нәрсе болды. Әйел адам өзіне уақыт қарату керек, сыртқы көрінісіне, демалысына уақытында демалу, өзіңді ұмытып қойма деген затлар. Мамамның сол затын мамамнан алғанмын мен. Қазір көп келіншектер мені көреді, сол уақытта маған ең көп беретін сұрау, қалайынша енді әрдайым ухоженный болып жүруге әрекет етемін. Сол затларды мамамнан үйренгенмін. Қандай жақсы. Әлбетте, әрбір инсан өзіне қарау керек. Бізде жәмиетімізде түсініледі, тек қана хаял адам өзіне қарау керек деп, не? Себебі бізге сол зат сіңген кішкентайымыздан, не? Негізі әрбір ер адамда, әрбір хаялда өзінің жанын, тәнін, денесін қадірлеу керек. Себебі һәммесі бізге аманат. Дұрыс айтасыз. Бизнеске кіріп келдіңіз, ең бастағы қадамдар қандай болды? Мен бизнеске айтайын ба, ешқандай режелерсіз бизнес woman боламын деп еш ойламайтын енді. Мен өзім 10 жыл давамында бьюти сферада істегенмін, яғни салон, прическа, макияж істейді ол қызларға. Сондай сферада істегенмен, ол сфераға кіріп келуіме өзімді жақсы көріп, мынандай салонда жүретін қыздар сұлу болып жүреді, шашларын істеп, сөйтіп қызығып кеп қалғанмын. И салонға келгеннен кейін көп қызлардың сұрауы бойынша ең басында негізі келін көйлек салон ашқанмын мен. Келін көйлек прокатқа беру. И сол уақытлары келіншектердің ұсынысыменен ашылған олам. И өзім білмеген халда сол бизнесқа түсіп қалғанмын. Ең бірінші түскен бизнесім сол. И мен өзім андай адаммын, энергичный адаммын да, бір жерде тұрғанды, бір жерде тұрып қалуды, стабильный бизнес мен үшін онша тура келмейді екен. И маған келген клиентлер, маған келген қызлар қайта-қайта менімен ұшырасуын, қайта-қайта келуін қалеп, қазір ол бизнесімді жауып, косметиканы, шаштың істейтін затларын сататығын бизнес ашқанмын. Ол уақытта уже оны аштым. Сол жаңа айтқандай, маған бір келген қызлар қайта-қайта келіп, олардың проблемасын шешу арқылы сол бизнесқа келіп қалғанмын. Негізінде перизат, менің өзім ертең қызым бар ғой менің. Қызым ер жетіп үлкейсе, мама, менен бизнес баслайын ба десе, мен яқ деп айтқан болар едім. Себебі бизнес деген нәрсе әйел адамның бірінші кезекте эмоциясын алып қояды. И кейін ол бизнесті ізінен деп қуып кететін болса,
ол әйел адам әйелдігін жойтады бірінші кезекте, нәзікілігін жойтады. Соның үшін мен айтып отырмын, өзім білмеген халда кіріп қалдым деп. Ертең Құдай қаласа қызым болса, бизнес емес, басқа кәсіпте өзін сынап көруін ұсыныс еткен болар едім. Басқа қызларға сол затты ұсыныс етемін. Көп қой кәсіплер, мысалы жаңағыдай бьюти сферада істесе болады, косметолог болса болады, или басқа да сфера көп. Аңсат нәрсе емес та бұл. Бизнес деген нәрсе көбіне көп ер адамларға тән нәрсе. Сондай. Соның үшін әрбір әйелге тілейтұғын нәрсем, әйелдігіңізді, нәзікілігіңізді жойтып алмауға харекет етің. Нәзікілікті, әйелдікті жойтып алған уақытта әйел адамда көп қиыншылық басталады. Зор нәрсені айттыңыз. Ажапа, қазір хаял адамда, хаяллық, нәзіктілік бұл біздердің зейнетіміз да. Ал жауапкершілік біздердің құдіретіміз. Екеуін баланста ұстаған хаял ғана өзінің мақсатына ерсе алады. Әлбетте дұрыс. Зор нәрсені айттыңыз. Бүгінгі күнде енді бизнес саласындасыз. Бизнесте дос та бар, дұшпан да бар. Мүмкін енді жоқ болуы да мүмкін. Бірақ сондай бір қиын басқышлар сізге қандай етіп сабақлар берді? Бизнеста сіз айтқандай дос та бар. Мен мынандай нәрсеге харекет етемін. Өзімнен да рауажданған адамдарменен орталық құруға харекет етемін. Себебі ол жарыс емес, ол сол адамдардан мотивация алған халда білмей қаласаң рауажданғаныңды. Сол адамдарменен аз-маз бір 5 минут сөйлескеннің өзінде көп нәрсе аласың. Сондай адамдарменен сәубет құруға харекет етемін. И дұшпан мәселесіне келсек, бизнеста болады енді. Біліп-білмей дұшпанлық қылатұғын. Сондай уақытларда не десем болады, тәубеге келіп, Құдайдан кешірім сұраймын. Мен сол біреуге білмей қалып дұшпанлық қылған болуыма мүмкін деп не енді. Соның үшін менің қолымнан келмейді ғой ол зат. Енді бендесін дұрыстау тек қана мен сондай адамман да енді. Оған ответ реакциям қайтармауға харекет етемін. И сол адам күресуден шаршайды бәрібір. Өзі мынандай болады, күресемен деп шыққан адамға адам көп күреседі оған. Ұрсаман деп шыққан адамға ұрсатын адам көп та. Соның үшін бәрібір сол нәрсеге күресуге сонша энергия кетірген энергиямды мен сол рауаждануға, балаларымның тәрбиясына, шаңырағыма кетірсем, жақсы мәуретлер солармен өтеді да. Соған харекет етемін. Харекет етесіз. Бірақ сіздің социал тармақтағы ағзаларыңыз маған жазды да, енді мен кім деп сұрауыма қоямын әр мейманым алдынан. Һәм олардың да қызығу темаларын мен өзім інабатқа аламын. Сізге келген сұрау. Фируза Зайыровна әр бір нәрсеге детально әтібар береді. Ол ұрысқақ, ол ұслаған жерінен үзбестен қоймайды. Ала. Енді қараңда, ұрысқақ болғанда мынандай нәрсе бар. Социал тармақта харекет анандай сөйлеген, жаңағыдай дұшпаншылық қылған адамға харекет не қылуға, ответ қайтаруға, ответ қайтармауға харекет етемін. Мына өмірде сондаймын. Ал егер маған социал тармақлардан, инстаграмыма, өзіме қарата айтылған сөз болса, жауап қайтарамын. Неге? Себебі сол өзімнің сезімімді айтып, мысалы, ол нәрсе маған ұнамайтұғынын, ол жерде негізі менің кеуілімде не зат ойлағанымды адамларға жеткізбесем, бұл қыз мен нәрсені көтере береді екен ғой деп, одан бетер нәрселер келуі мүмкін да маған келгенім. Алдымлар сондай қылғанмын, интернет тармақларында ответ қайтармаған адамларыма. И бұл мен нәрсені кешіре береді деп қайта қылған да. Қазір ұрысқақ деген нәрсеге тоқталып өтсем, сол нәрсе бәрібір бар ғой, инстаграмда ахват деген нәрсе бар, соған кіттай болсам тәсір етеді. Соның үшін ұрсама мен. Сондай нәрселер керек енді, себебі бір адамдар шаршайды бірдейліктен, постоянно жұмыста айтқаннан. Енді адамларға аз-маз сол зат қызық болған үшін сол темаға азма тоқталу негізі өзіме ұнамайды, расы бұндай конфликтный, жаңа инстаграмға шығару, сондай ұнамайды. Бірақ сол шығарып, өзімнің хақлығымды дәлелдесем, не десем болады,
қайтып ондай темаға қайтпағанман мысалы. И сол адамам кейіннен менен деп түсініп келісімге келеді да. Қазір осы уақытқа ешкім кімменен түсінбеушілік болған болса, сол адамлар өзіме келіп қайталдан не құрып кеткенбіз. Сәлем алейкумс, жақсы болып, қазір ешкіммен конфликтте емеспен, құдайға шүкір. Сондай да Инстаграм тармақ сондай соған алып барады екен. И мен сол жерде бір нәрсені айтып шықпам, Перизат. Мен қазір қараң, тұрмыс құрғаныма 5 жыл болады. 2 перзентім бар. Тұрмыс енді құрған адамларға, келіншектерге Инстаграм сол социал тармақларға көп шыға беруді ұсыныс етпеймін. Неге? Себебі бар ғой, анандай несін ап қояды, не дейді, пайызын ап қояды екен адамның, бар ғой. Мен енді тұрмысқа шыққан уақытларымда мен қаттыға нәзік қыз едім, слишком эмоциональный сондай қыз едім. Негізі блогты сол тұрмысқа шыққаннан кейін бастап кеткенмін. Тойым болды, сонымен адамға қызығып. И сол уақытлары білесіз ғой, сондай енді деп топқа шығып жатқан адамларға тас көп атылады, сөз сөйлейді, жаңағыдай енеме келіп, жаңағыдай келіннің Инстаграмға шығады, енді ерсі еді ол уақытлары. Сонда айтып, кейіннен семьям тарапынан шектеулер болып, бәрібір көз тию дей ма, білмем, пайызын алып қояды дей ма, беті ашылып кетеді да адамның. Сондай уақытлар аз-маз болса ham сол 5 жылдың ішінде негізі кем Инстаграмға шығып, мысалы сіз шығасыз ғой, кем ондай көп шықпайсыз. Тек сондай жұмыс қылып алып баруды ұсыныс етемін. Мен сол жерде қате қылдым, Инстаграмға бар энергиямды беріп, уже менің энергиямды алып қойды да. И енді қазір менің соған әдетленгенмен, тек жұмыс бойынша, тек жұмысымды шығарамын. Кіріп кетпейме, виртуал өмірге кіріп кетпеуге әрекет етемін. Зор затты айтыңыз. Зор лайфхактар кетіп отыр, негізі күнделігіңізді ашасыз да түртіп қаласыз. Соң және бір нәрсе айтқым келіп еді, жаңа келіп тұрған еді, Фируза Заирна ұрысқақ емес, тек социал тармақ үшін кішкене кардиограммасын ұстайды да, көтереді, түсіреді. Түсініңіз ғой. Олай болса бізде кейінгі сұрау. Яқшы, бизнес ледисіз. Хамде жәмиетте көп социал тармақта өзінің блогын жүртіп, өзінің карьерасын, бизнеслерін жолға қойып, жақсы бағдарда кетіп баратырған уақытында сондай бір контентлер де шығып атырыпты. Оқымаса да болады, басылысы ақша табу деген стереотиплерде бар да. Ал оған сіздің көзқарасыңыз қандай? Себебі бізді қазір тамашалап отырған енді оқу біткерушілері, енді оқуға тапсырмақшы болғалар, яки өзінің бизнесін, карьерасына енді қадем қойып отырған жастар көп. Жоғары оқу орнында ма? Мүмкін жоғары оқу орнына, мүмкін жаңа бизнес баслау, мүмкін жаңа карьерасын өзгерту, жұмыс орнын өзгерту. Яғни мен ол затқа қосылмаймын. Бәрібір оқыған адам кітап ашып оқыған. Құр атына ғана оқуға барып келіп емес, кітап ашып оқыған адам, сол сферада, мысалы үшін университетке барғанда, сол оқымыстылардың атрапында бәрібір жүресіз, сондай адамлар болады. Сондай басқыштан өткен адамның пікірлеуі бәрібір басқаша болады. Тереңнен пікірлеуге әрекет етеді. Бәрібір кітап ашып оқыған адамменен ұлыма оқымай тұғын, тек жаңағыдай контент жүртеді тұғын, тек Инстаграм, тек хамме нәрсені интернеттен, жаңағыдай социал тармақтан үйренетін адамның парқы бар. Кітап бәрібір көп нәрсе береді бізге. Өзі ойламаған қалды. Мен арасында кітап оқып тұрамын. Не десем болады? Көп нәрсе аламан. Мысалы, білмеген затларым көп болады. Со бір Инстаграмда көрген 5 видеомнан көре, менің со бір бет оқыған кітабым маған көплеу білім береді. Соның үшін әрбір анамға оқымасайым, яқшы жоғары оқуға кіре алмай қала, әркімде әртүрлі жағдай болады, бәрібір кітап оқып тұруды мен маслихат еткен болар едім. Зор, кітапты әр күнлік достымыз етіп алсақ қандай жақсы, себебі өмірде мазмұнлы жасау үшін кітап бізге шпаргалка болады. Дұрыс айтасыз. Ажайып. Енді жоғарыда айтып өттіңіз, шаңырақ хақында, шаңырақ мен үшін ең мұқаддес саналады дедіңіз. Келін болып келген шаңырағыңыз хақында сөйлескім келеді. Келілік дәуірлер қандай өтті?
ата ене менен бірге конфликтлер болады һәр бір келінде. Сол басқышылардан қалай өттіңіз? Себебі қазір бізді көптеген келіншектер тамашалап отырды. Өзіне түртіп қаларлықтай. Не нәрсені аңладыңыз, не нәрсе сізге сабақ болды? Енді мен тұрмысқа шыққан жерім енді өтірік емес. Жақсы жерге тұрмысқа шыққанмын. Жақсы болғанда қандай? Инсанлар жақсы инсанлар. Жаңағыдай конфликттен, ұрыс керіс деген заттан ұзақ жүретұғын. Мен өзі қайнатам сондай адам. Қайнатамды Инстаграм тармағына қойып бараман. Бір көрген адам сразу жазады, періштелі қаттыға деп. Со еркек адам, шаңырақта еркек адам сондай болса, оның шаңырағы бәрі пайызы болады. Соның үшін мысалы біздерде баста тұрмыс құрған уақытларымда менде болған, себебі қыз бала ерке болады бәрібір. О түскен жеріне көнігу, бірден көнігіп кету қиын бәрібір. Сол уақытлар еркелік қылған уақытларым болған. Енемменен жаңағыдай бастағы уақытлары пікіріміз бір жерден шықпай қалатұғын, ұрыс емес, пікіріміз бір жерден шықпай қалатын уақытларда күйеуім ортаға түсіп айтады, түсіндіретұғын еді. Сол уақытлары сол заттан күйеуім арқалы өткенмен жаңағыдай о мен анам өзіме түсіндіреді да. Негізі ол жаман емес, сондай біздердің пайдамызды ойлап айтып атыпты. Сен оған жақсы болсаң, олам саған жақсы деген затты күйеуім айтады оны еді. Ал өзінің анасы менім, сол мен ақымда сонда негізі ол мама жаман қыз емес, естіп қалғанмын да себебі. Ол негізі жаман қыз емес, просто сондай өзі ерке жаңағыдай. Себебі үлкен қыз болғаннан кейін үйде мен айтқанымды тыңлап өскен да сіңлім, мамама мен айтқанымды тыңлап өскеннен кейін сол үйдегі затты сол жерде қолдануға да әрекет еткенмін да көп. Енді мен айтқан болады деген затты. Сол уақытта енеме сол күйеуім түсіндіріп, негізі ондай көп конфликт болмаған, Құдайға шүкір, болмағай. Ата енеден қиыншылық көрмегенмін мен. Соның үшін не десем болады. Бірақ көпшілік келіншектерді көргенмен сондай мен айтқым кеп тұрады, қалай жасап атсаң көніп деп не. Бірақ араласпаймын жаңағыдай. Басында тоқталып өттім ғой. Соның үшін Құдайға шүкір тыныш семьяда жасап атырпан. Қазіргі күнде көп мен ата енеммен келіспеушіліктен гөрі күйеуіммен келіспеушілік көп болған. Себебі ер адамдар білесіз жаңағыдай компьютер ойынларына көп кетіп, бізге ітібар бермей қалады. Сол уақытларында көп конфликт болған. Бір-екі мәрте даш үйге кетіп қалғанмын. Енді бастағы уақытлары сол компьютерға кетеді, түсінбеушіліктер болады. Сол уақытларда не деймін? Өзім басыммен емес, жаңағыдай анамның айтқаныменен, ата енемнің сол берген насихатларыменен, ақыл насихатларыменен деп семьямыз деп келатырмыз да. Негізі сондай уақытлар ата енемен, қазір ата енемен тұрамын ғой. Ата енемен тұрғанам жақсы. Мысалы, ұрысып атқан кезде сол бізге айтатын заты бір күн ұрыс болған үйде 40 күн береке қашады. Соның үшін берекетін қашырмай, ата енемнің көп айтатын заты, балалардың көзінше ұрыссаң, ертең олам сол затты көріп өседі, сол зат оларға норма болып қалады деп. Сол уақытта екеуміз сәл сөзге кеп қалсақ, екі баламды әкетіп қалады, қатын жауып кетеді. Ұрсасың деп. Балалардың көзінше ұрыспаң дейді. Соның үшін балалардың көзінше біздер ұрыспауға харекет етеміз. Көрсетпеуге о затты. Сол әрбір келіншекке айтатұғыным, шаңырақта ер адамды бірінші орынға қойып, сіздің балаларыңыздың көзінше сол адамның құрметін бәлен қылып қойсаңыз, балаларыңыздың тәрбиесі жақсы болады. Ата-анаға деген. Әсіресе қыз балаға сол затты көрсету керек. Семьяда ер адам бәрібір үстінлеу тұрады деген затты көрсетсе жақсы болады. Зор кәплерді айтып отырсыз ба? Қандай жақсы. Әрбір инсан өзіңізге керек жерін түртіп алып отырсаңыз болады. Менде кейінгі сұрау. Енді шаңырақ құрдыңыз. Шаңырақ құрмастан алдын тойдағы дәбдебелер, сарпа деген затлар бар. Оларға көз қарасыңыз қандай? Һәм сіздерде ол басқышлар қандай болып өтті? Жүдә зор сұрау.
енді қазір перизат бар ғой, екеуміз отырып айтқанменен бар ғой, бірақ әркім өзінің білгенін істеп кетеді де, бірақ сондай енді айтып кете жақпан, әркім өзінің көрпесіне қарай аяқ ұзату керек бәрібір. Мысалы үшін айтайық, сондай қызлар бар, келеді мағанам, мысалы пәленшенің сарпасындағыдай қылып сарпамды істейме деп, косметика бойынша пәленшенікіндей болсын деп. Даже менің бір таныстарым сондай болған, өзінің сарпасына ата аналары пұл жетпегеннен кредит алған, я болмаса сондай магазиндерден қарызға батып, бес киім деген нәрселер болды. Бес киім или қызлардың ізіне апаратын киімдер болды, ондай вешалкаларға іліп қоятұғын, пакетке салып деп көрсеткенде, турецкий деп көрсетеді ғой қазір мода. Сондай уақытта көп қарызға кіріп қалған достарым болған, достарымның ата аналары. Не болған, ажырасып кеткен. Ол мысалы ол нәрселер сізге уақытыншалық мақтану, уақытыншалық ол затлар уақыт алып келмейді. Әркім мысалы жағдай жеткелер істей берсін. Жағдайыңыз жетпей ме, жағдайыңыз жеткенше істеуге болады дей жақпан. Ол мен бәрібір сіз бақытлы бола алмайсыз. Ол уақытынша затлар. Бір күн айтылар, 2 күн айтылар, кейін ол зат ұмытылып кетеді. Мысалы сіз зор той берсеңіз, мен күйеуінен шығып, 1 күн, 2 күн айтылады ұзағы. Одан о той ұмытылып кетеді. Сіз орташа той берсеңіз, сол бәрі 1-2 күн айтылады, ол зат өтіп кетеді. Мен күйеуінен шыға алмайсыз дей жақпан. Менде қандай болды? Менде айтып отқандай, жаңағыдай жауапкершілікті өзімнің мойныма алып, мен сарпамды өзім қылғанмын. Енді уақытта өзім жұмыс істейтін едім. Анама ауырлық салмай, мен сөйткенмін. Өзімнің көрпеме қарап аяғымды ұзатқанмын. Ешкімге жарыспағанмын. Менде сарпамда сенесіз бе, андай қымбат көйлек болған жоқ. Мен сөйткенмен бәрібір бақыт ол затта емес. Бақыт ол өзімнің бақыттылығымда. Құдайым мен маңлайыма берсін. Бұдан кейін айтқан адам айтып қоя берсін. Бәрібір мен өзімнің жағдайымнан келіп шыққан халда етемен деп дәбдебе қылмағанбыз біздер. Сол менің тойымда қайнатам сондай зат қылған, андай тауар деген затларды ұлыма жинастырың деген. 2 ана мамама өзінің, яғни енеме ондай тауар алды берді, ондай затларды жинастырың. Главный жастар бақытлы болсын, ықшам болып өтсін той деп біздерге көп ауырлықты салмаған. Кейін соның үшін тауар ондай алды берді, ондай затлар болмаған тойымызда, ықшам ғана болып өткен. Кейін мен ұзатылып тұрмысқа шықтым. Ұзатылып барған уақытта андай зат болады, білесіз бе, жүгіру деген зат болады. Сол уақытта кейіннен видеомызды көріп отырмын. Видеода көресіз ғой, уақытта сіз басқа жақта жүресіз. Видеоны көрген уақытында қатты қуанған затым, енем бір затым ітібар беріп қарамаған. Ұлыма. Ашып көрсетіп жатсам, болды, бұл көрсетпей қойың, болады. Қызық емес деп, сондай қатты сол затқа қуанаман. Ол затларға біздерде ітібар қаратылмаған, менде обсуждение болмаған. Өз не затқа адам ітібар қаратса, сол затты тартады деген зат рас. Мысалы, сіз мақтанғыңыз келе ма, сол затты аласыз да. Егер мысалы, мен назатты апармасам, менде абыройым төгіледі, ата-анамның абыройы деп апарады қызлар, сол затқа ітібар қаратты ма, энергиясын берді ма, сол затты алады қале-қалеме. Ол қайтып зор етіп апарсаям, бәрібір гап табады. Соның үшін ол затқа ітібар бермеу керек. Менде ондай зат болған жоқ, ұлыма. Менім сол апуай нәрселермен барғанман, ешкім айтпаған, ешкім сөз қылмаған, қоңсылар бәрібір көрген, болмаса енем бет, үрп әдет қой. Бірақ ондай менде пәленше болып кепті, келіннің пәлен заты кемепті деген зат менде болмаған, ұлыма. Сол главный сол маңлайына берсін, тойдан кейін алына береді ол зат деп сондай болғанда. Соң үшін әрбір қызға айтатыным, қыз бала бұл ата-ана перзенті үшін ешкімнен кем қылмауға әрекет ете береді. Перзентінің күйеуіне қарап, сол уақытта тұрмыс құрып жатырған жастар аз-маз ақыллы болып, сол затты ықшамластырса, солардың айтқандай болып өтеді бәрібір той. Сондай. Love story деген затларым бар. Біздерде love story нөкісте түсірілді. Обычный, ол уақытлары андай
Ташкентке барып, Хиуаға, сондай затлар мода болып жатыр еді. Ол жаққа жүдә көп расход кетеді. Сол уақытта мен айтқам, мен өзім ойлағам, ол love story деген затты тек тойда бір көрілетін зат. Оған көп расход шығарудың керегі жоқ. Оған кеткен пұлға Құда қалесе ертең шетелге барып, растанам демалу үшін, рас бап қайтайық, съемка үшін емес. Ане сол біздерге естелік. Ане сол біздердің love story'іміз деп, Нүкісте ықшам ғана болып өткен. Айтып отқандай, ықшам болып өткен тойым, қазір менің тойым болғаны 5 жыл болды. Ұмытылып кетті ол затлар. Қазір басқа затларға әтібар беріп сөйтіп кетесіз ғой, енді тұрмыс құрғаннан кейін. Сондай менің пікірім. Зор. Бірақ ашпа бағана жоғарыда айттыңыз, біз қанша осы жерде айтса берейік, сөйлесе берейік, хаме өзінің білгенін қылады дедіңіз ғой. Яқ мен олай ойламаған болар едім. Мүмкін біздердің подкастымызды 50-10-5 адам көрер, бірақ соның 2-3-еуі түртіп алғанның өзі біздердің жетіскерлігіміз. Әлбетте. Соның үшін әрбір айтып отырған гапыңыз, біздердің беріп отырған кішкене болса да өмір тәжірибелеріміз кімдер үшіндір ахметлі. Әлбетте, дұрыс. Жүді соны алып, осы подкасттан алып, қызларымыздың, жастардың пікірі өзгерсе, жүді бір зор болар еді. Әлбетте. Инсан жүрегіне жеңілік беретін нәрсе не? Тынышлық. Көңіл тынышлығы. Көңіліңіз тыныш болса, сіз әмме жерде өзіңізді тауып кете аласыз. Көңіл қашан тыныш болады? Көңіл сол инсанның жеке өмірі тыныш болған уақытта, семьясы тыныш болған уақытта, жақылары алдында аман болған уақытында ең таптырмайтын нәрсе сол. Сол уақытта адамның көңілі тыныш болады. Ол материалдық нәрселерден материалдық нәрсе тауылады, пұл тауылады, бірақ инсанның жақылары, ата-анасы, перзентлері, солардың денсаулығы ешқашан тауылмайтын нәрселер. Енді пұлға тақалатын уақытлар болады, бәрібір егер ол инсанлар жоқ болса, біз қанша пұлымыз болса сатып ала алмаймыз. Көңіл тынышлығы деп мен соны айтамын. Қандай жақсы. Әлбетте бұлардың бәріне сол айтып отырған затларымыздың, инсанларымыздың қасымызда барлығына шүкірлік ету. Әлбетте. Мемлекетімізде хаял қызларымыз үшін ажыратып атырған имканиятлар, мәселен, қазір сіз сондай бір бизнес ледисіз, оның артында да үлкен имканиятлар бар. Хаял қызлардың, тек қана хаял қызлар емес, әрбір инсан қалеген түрдегі жәмиетке пайдасы тиетұғын бизнеслерді басылау үшін. Қандай имканиятлар, һәм сол имканиятлардан жастар қандай етіп пайдаланып атыр? Қазір имканият көп, әсіресе бірінші кезекте кредит мәселесі. Кредит қазір алдылар кредит алу қиын еді. Қазір бизнес басылайман, бизнесті рауажландыру деген басқаша бар. Мен өзім енді ол кредиттен пайдаланып көрмедім, расын айтайын. Бірақ сондай бар, кредит алып істеп отырған таныстарым бар. Жаңа сіз айтқаныңыздай, мемлекетімізде негізі жақсы, мемлекетте жасап жатырмыз, шүкіршілік қылатұғын, әйел адамды, жәмиетте әйел адамның орны бар, және инсанның қадір қымбаты есапқа алатұғын, сондай мемлекетте жасап жатырмыз. Имканият көп. Мысалы, біреуін айтып кетейін, алдылары сол біздердің бизнесімізде мынандай зат бар еді. Налог мәселесі қиын еді қаттыға. Белгілі бір суммадан өтіп кетсе, көп пұл төлейтұғын едік та біздер. 1 миллиардтан 1 жылда өтіп кетсе, көп пұл төлейтұғын едік. Ал қазір сол затты кеше жақында 5 миллиард қылып берді президентіміз. 1 миллиардтан 5 миллиардқа. 1 жылда да, енді ол 12 айда істен. Соның өзі мен содан қаттыға қуандым. Себебі, не десем болады, 1 миллиард демде болып, ірі бизнесмендерге 1 миллиард демде кеп қалады. Оның налогы қаттыға қымбатта, өзіңізге пайда қалмайды почти. Мен 1 миллиард демде тауып қоямын да дең. Яқ, 1 жылда. Соның үшін сондай со қарар шықты, рас қатты қуанып біз істеп жатырмыз. Біздердің ондай затымыз 1 миллиардқа жеткен жоқ. Бірақ сондай 1 миллиард болып кетпеді ма? Как будто 1 миллиард деген сумма, мен айта бергенге ойыңа кішкентай сумма болып көрінеді, негізі үлкен сумма ол. Ол сумманы мен ұстап көрмедім елі.
ұстап көрдім дей бердің да жапа. ұстап көрмедім. Енді сондай имканиятлар бар да. И және бизнес бастайман деген адамға проценті аз, кредитлер, не зат істеймін десеңіз, сол затқа имканият бар дей жақпан, айта жағым. Сол и және әйел қызларда қазір бізден яқшы анандай үкіметтің жұмысында істемесем, әйел қызларға жұмыс істеймен десе көп нәрсе бар ғой біздердің жәмиетімізден. Мысалы бьюти сфераға кіріп келсе болады, кішкентай суммаменен, мысалы күніне 100.000 сом тапсаям, ол жақсы мысалы. Соң үшін әйел адам рауажданаман десе, рауажданатұғын жәмиетті жасап жатырмыз біздер. Әсіресе әйел адамдар. Ер адамларды білмеймін, ер адамлар тәрептен қарап көру керек енді оны. Соң үшін әйел адамдарға айтарым, егер сіздің имканиятыңыз болса, перзентіңізді қарап беретұғын жады, ата-енеңіздің қолында тұратын болсаңыз, перзентіңізге біреу қарап беремен десе, сіз еш ойланбастан жәмиетке араласуға әрекет етің. Себебі жәмиетпен істесетұғын әйел қыздардың пікірлеуі де жақсы болады. И олардың энергиясы бәрібір басқа болады. Соң үшін жас уақытта рауажланып, істеп, өзінің комфортын жаратуға әрекет қылу керек бәрібір. Ол әйел болсын, ол ер адам болсын, бірақ жаңа жоғарыда айтып өткенде нормадан шықпаған халда, ізінен қуып кетпей, нәзікілігін жойытып кетпей, сөйтіп істеген мақұл. Шекараны білу керек. Дұрыс айттыңыз ажапа. Біздердің жәмиетімізде әрбір инсан, рауажламан деген инсанға имканиятлар, шарт-шариятлар есігі ашық. Тек қана бізден талап етілетін нәрсе, ане сол ашық есіктерден туры һәм үнемлі жолменен пайдаланып өту. Пайдаланып жүрген инсаларға алмет тілейміз. Һәм елі басылау алдында, басылауға қорқып жүрген инсаларға не дейсіз ажапа? Басылауға қорқып жүрген адамға мен бір нәрсені айтамын. Мен де апой адаммын да, перизат, сіз де апой адамсыз, дұрыс па? Алланың пенделеріміз ғой бәріміз. Басқасының қолынан келген нәрсе сіздің ам қолыңыздан келеді. Ешқашан алдыңызға тосып қойып, оның ақшасы бар болған үшін сондай затқа ерісті деп емес. Шын кеуілден істеніп, және мынандай нәрсе бар. Басылап атырған затыңызды шын кеуілден жақсы көріп, мысалы, соған мехір беріп істесеңіз, сіз өзінен өзі деп айтады, ешқандай қиыншылықсыз сол сфераның шоққысына жетіп қаласыз. Өзіңіз білмеген халда сол сфераны жақсы көрсеңіз. Мысалы етіп айтайын, бьюти сфераны деп айтайын. Енді мен өзім сферамны келіп шығып айтайын. Мен сондай затты ойлайтұғын едім, ең жақсы топовый визажистлерден бірі боламан. Маған келген қызлар бір 2 апта бұрын кемінде жазылып келеді деп сөйтіп өзім хәуес ететін едім да, енді сондай адамларға өзіме сондай мақсат қойдым. И жұмысымды сондай дәрежеде жақсы көріп істейтұғын едім. Істеп атырғанда ақшаны ойлап емес, сол қыздың менен сұлу болып шығып кетуін ойлап істейтұғын едім. Қуанып, не? Содан кейін өзім білмеген халда адамлар мені зор істейтін визажист деп айтатұғын еді да. Енді 10 жыл істедім сосын. Жаңағыдай 2 апта, даже 1 айлап алдын жазылып келетұғын еді. Енді оның бір одан естетұғын мақтау бір отдельно бір энергия береді да сізге, не? Сондай қандай сфераны, мысалы үшін сіз стоматолог болсаңыз, әйел адам айтайын, сіз біреудің тісін зор етіп емлеп берсеңіз, ол живой отзыв да, ол жақыларына айтады, мына стоматолог зор емлейді, соған барып едім, ұлыма тісім ауырмайтын болды деген затлар да, мысалы. Сізге сол адамнан өзіңіз білмеген халда көп адам келеді, пациент келеді да, мысалы. Сол айта жағым, бір адамның сіз проблемасын шешуге әрекет етің, ол адамнан пұл алу үшін емес, сол адамның проблемасын шешуге әрекет етсеңіз, и сол проблемасын шешіп берсеңіз, өзіне өзі сіздің ақша потогыңыз ашылады, и рауажаныңыз жақсы болады бәрібір. Әлбетте. Біз инсаният тоймаймыз да, нәпс. Біздерде әрдайым біз туылғаннан басылап өміріміздің ақырына шекем бізбенен бірге жасайды. Инсанның өзінен кеулі толуы қиын әрдайымда. Сіздің өзіңізден кеуліңіз толып,
өзіңізге мінеттаршылық білдірген дәуірлер болды ма? Қайсы дәуіріңізге өзіңізге мінеттаршылық білдіресіз? Инсан мінеттаршылық білдірген дәуірім негізі әрдайым мінеттаршылық білдірмей шүкіршілік етіп тұрамын енді әр күні. Өзімнің кеуілім толған дәуір бұл менің пұл тапқан уақытларым емес, бір нәрсені алған уақытларым емес, бір затты ашқан уақытларым емес. Өзімнің кеуілім толған дәуір екінші перзентімді дүнияға аман есен келтіріп, соны қолыма алған уақытында өзімнің кеуілім толған өзімнен. Яғни білесіз, ана болуам бәрібір бір жауапкершілік перизат. Мысалы не, сағлам анадан сағлам бала туылады дейді ғой. Сол баланы сағлам дүнияға келтіріп қолыңызға алу, бұл басқаша әйел адамға энергия береді. Мен айтып отқанымдай, маған пұл энергия бермейді. Мен ол затта мақтанбаймын. Мен пәлен сом таптым деп мақтанбаймын ешқашан. Мен мақтанатын нәрсем өзімнің сол шаңырағым, екі перзентім, солар мысалы, солардың бірінші еңбектегені, солардың бірінші қадемі, солардың ауырмай жақсы ауқатланып, мысалы, сондай қылып рауажлануы, қатарына қосылып кетуі, сол зат мен үшін мақтану. Енді қазір мен кеуілім зор толып атқан жоқ, себебі ел алдымда, ел перзент дүнияға келтіру деген не бар, 100% емес кеуілім толған. Және екі перзентті дүнияға келтіргеннен кейін меніңше 100% өзімнің кеуілім толады. Аллам бұйырса, бұйыртсын, несіп еттірсін сол күндерге. Қандай жақсы. Енді көбінесе жәмиетте жүресіз, көшеде жүресіз, өзіңіздің жұмысларыңыз, бизнеслеріңіз. Перзентлеріңізге кереклі дәрежеде ітібар қарата алып жатырсыз ба? Яқ. Қазір ондай ітібар қарата алып жатқаным жоқ. Одан өзім андай өз құжданым қиналып жүрді осы күндері. Өз Инстаграм тармағымдайым, соны бір айтып кеттім. Не десем болады? Менің кішкентай балам қазіргі 1,5 жас сіздің балаңызбен тең перизат. Соның қалайынша 1,5 жасқа толғанын білмей қалдым да мен. Көз алдымда өсіп үлкейіп кетті дым. Сондай уақытларда мен айтатыным әрбір анаға, енді жоғарыда айтып өткенімде қарау, жұмыс істеу керек, бірақ нормасы менен перзенттеріңізден ұмытып қоймауыңыз керек дей жақпан. Оның балалығы қайтып келмейді да бәрібір. 2-3 айлығы еңбеклеген емес, одан бұрынғы бөпелік дәуірі қайтып келмейді, мазалы дәуірлер болады. Енді қазір енді жақсылап ітібар беруге әрекет етіп отырмын. Өзімнің бос уақытым болса, соларға қарап, бір жерлерге апарып, олардың мехрі маған енді басқаша болып атыпты қазіргі күндері. Енді себебі мен ата-енемнің мойнына қатты жүктеп қойған екенмін да оларды. Енді қарап жатырмын. Енді ол қатемді қайталамаймын ұлыма. Әлбетте, қайтып ітібар мехрі берсең, сен де соны аласаң деген гәп бар ғой. Әйел адамның энергиясы күшілі болады. Ол негізі не затты істеймін десе де қолынан келеді. Ол қыздың. Себебі біздерде сондай энергия берілген Құдай тарапынан. Не затты істейміз десек, епіліп кете аламыз. Және біреуге мотивацияны бере аламыз. Мотивация бере тұрған инсанымыз өмірлік жолдасымыз. Жетіскенлікке еріскен ер адамның артында әйел адам тұрады деп айтады ғой бұрыннан. Негіз сол нәрсе дұрыс сол. Қызларға және мынандай нәрсені айтып жатырмын. Көніп жасауға харекет, көніп жасау, мысалы үшін барына қанағат ету басқа бұл. Сол затпенен тек тоқтап қалу басқа. Сол қасыңыздағы ер адамнан сіз көп нәрсені талап етсеңіз, сол ер адамыңыз жақсы жасауға, сіздің комфортыңызды жаратып беруге харекет қылады. Қылмаса не деген сұрақ келіп жатырды да аз. Қылмаса не ма? Қылады ол. Қылдырып көрсетіңіз керек та просто. Енді егер мысалы мен мынандай нәрсе бар, қазір ажырасулар көп перизат, дұрыс па? Ажырасу қаттыға жаман нәрсе емес қазіргі. Сондай нәрсе болып қалды біздердің жәмиетімізде. Ажырасу қаттыға жаман нәрсе емес, бірақ бәрібір
ол ажырасу периодынан өтіп атырған қыздарды мен көп білемен де қаттыға стрессқа түсіп қалады, қосылмай қалады жәмиетке. Оның алдын алу үшін сіз шаңырақ құруға асықпауыңыз керек. Сол ер адамменен танысып сөйлесіп отырған уақытта дұрыс айтуы мүмкін. Жасап көрмегенше білмейсең деп айтады да. Жасап көрмегенше бәрібір аз маз оның тәрбиясына, оның ата-анасына деген жаңағы не дейді? Ата-анасын құрмет етуіне, соған деген мүнәсебетіне қарап. Өзіңізді бір сөзбен сипатлаңыз. Өзімді бір сөзбен сипатлағанда қайтпас қара. Өміріңізді өзгерткен бір әдет. Бір әдет. Сол қайтпас қаралық. Ең көп қолданатын сөзіңіз. Ең көп қолданатын сөзім үлгеруім керек деген. Ешкім білмейтін қызық хоббиіңіз. Хоббиді ешкім білмейді оған. Тек өзіңіз жалғыз қалғанда әмелге асыратұғын хоббиіңіз бар ма? Бар ғой. Біліп қояды ғой. Яқ біледі ғой деген ғой адамдар. Біледі ма? Қандай? Ағат пісіру. Бір күнде $1 миллион, ямаса 1 жылдық демалыс. Бір күнде $1 миллион. Егер уақытты артқа қайтару мүмкін болса, неше жасыңызға қайтар едіңіз? Қиын сұрау болды бірақ. Так. 23 жасыма қайтар едім. 23 жасыңызға? Ең үлкен арзуыңыз? Ең үлкен арзуым ба? Ой. Ең үлкен арзуым. Үлкен деп қоймаған екен мен осы уақытқа дейін бірақ. Ең үлкен арзуым Ең үлкен арзуым 30 жастан кейін еш нәрсеге қарамай шаңырағымен тек қана шетел саяхаты. Зор. 18 жаслы Фирузаға не айтқан болар едіңіз? Еш нәрсеге асықпа деген болар едім. Сізді 3 сөзбен тарифлейтұғын ібаралар. Мені 3 сөзбен тарифлейтұғын ібара болса, шаққан, ұслаған жерін кесетұғын, үшіншісі жауапкершілігі. Ақ яқы қара? Ақ. Тамақ пісіру, яқы бұйыртпа беру? Тамақ пісіру. Ең көп кешірің дейсіз бе, яқы мен хақ? Мен хақ деймін. Ысы яқы мұздай? Мұздай. Қандай жақсы. Ажайып, сәубет үшін, зор лайфхаклар үшін сізге рахмет. Мен бермеген сұраулар, бірақ сіздің айтқыңыз келген қандай каплер бар еді, қазір айтсаңыз болады. Сіз бермеген сұраулар деп. Енді білмедім, мысалы қызларға енді айтып кетер едім мен. Тілегімді қызларға. Негізі әрбір қыз бақытлы болуға лайық. Ол қандай қыз болуына қатты назар. Соның үшін ешбір ер адамның, ешбір адамның негізі әйел адамды жерге ұруға хақысы жоқ деп ойлаймын да. Мысалы, ол қандай адам бол, оған пәс бақа беруге хақысы жоқ. Жерге ұруға емес, пәс бақа беруге. Соның үшін әрдайым өзіңізге жақсы бақа беріп, өзіңізді жақсы нәрселерге рауа көріп, өзіңізден егер имканиятыңыз келіп шыққан халда, қорқыңыз жетсе, өзіңізден еш нәрсені аямауды мен ұсыныс еткен боларым қызларға. Өзіңіздің имканиятыңыздан келіп шыққан халда ол енді. Кейін қызларға айтатын, ешкімге жарыспаң. Қазір көп қызлар сондай нәрсе бар, жарысып инстаграмда пәленшеге пәлен гүл кепті, маған неге келмеді деп күйеулеріме ұрсып, енді виртуал өмір бәрібір сіз білмейсіз. Виртуал өмірдің артында не сатылар болып жатқан. Енді сол қосымша айтып кетейін. Сондай бір қыз болған, қаттыға хәуес етемін да, оған хәуес ететұғын едім оған. Сондай көп гүл алады күйеуінен, жаңағыдай әмме нәрсесі бар.
енді виртуал өмірде енді сөйтіп көрсетеді ғой, уай ол мына қызға зор деп көретін едім, кейіннен білдім мен хәуес ететұғындай инсан емес екен да. Ол семьясы тыныш емес, қандай мәністе семьясы тыныш емес, күйеуі оған құрдан құр гүл бермейді, әрбір қияметі үшін оған келіп жатырған гүл, әрбір қияметі үшін сол күйеуінің сол затларын біліп қалып, мен сол екен, ешкімге қатты хәуес етіп кіріп кетіп хәуес етпейтін болдым. Тек сол еріскен затларына хәуес етемен, әйелігіне хәуес етемен. Мысалы сондай қызлар бар ғой, нәзік, иә. Перизат, сізге көп комплимент айтамын мен. Сондай сіздің өміріңіз емес, нәзіктігіңізді себебі ондай затлар қызларда жоқ болып бара жатырды да. Нәзіктік, өзін жойтып алмау деген нәрсе жоқ болып бара жатыр. Сонда нәзіктігіңізді жойтпаң, ешкімге хәуес етпей, әркім өзінің хәуес етпей емес, жарыспай, әркім өзінің өмірінде жасаған дұрыс негізі. Қандай жақсы. Ажапа, рахмет. Алтын уақытларыңызды бізге ажыратып, күнде лайк подкастымыздың азиз ықыласпенділері үшін сондай бір зор лайфхаклер айттыңыз, өмір тәжірибелерін айттыңыз. Мүмкін болар арасында жап-жас қызлар не айтып отыр деген гәплерде, бірақ ақылды яки тәрбияны әр қашанда жасы үлкеннен емес, өмірде тәжірибелі, өмірде сондай қиын һәм қызық басқышлардан өткен инсанлардан аламыз негізі. Дұрыс. Соның үшін керек жер болса күнделік бетлеріңізге түртіп алың, бағанадан бері айтып отырғаным. Һәм күнде лайк подкастымыздың социал тармақтарына ағза болың. Егер өзіңізде қызықтырған сұраулар болса, Фируза Заировна социал тармақтары, Инстаграм тармақтары ашық. Осы подкастта көріп болғаннан кейін аккаунтына өтіп, сол жерде сұрау берсеңіз болады. Ажапа, бұл көрсету ақырғысы емес, әлбетте біз сізбен қошласпаймыз, көріскенше деп қаламыз, себебі бізде жаңа проектлер, философиялық өмірге байланысты проектлеріміз ашылып жатырыпты. Соларда сізді күтіп қаламыз. Рахмет. Ортамызда. Рахмет. Рахмет.